Өнерліге аямай қол соғатын, баздың іші қалық толатын, қайран дәурен ұялыда бір кезде Нұрғисалар концерт қойған болатын. Су тартылып талай ерді налытты, сол кемелер асыраған халықты, қасіреттің белгісіндей қарайып, шөккен нардай қайранда енді қалыпты. Үнемі жүрген жерімде, жүрген ортамда ұялын айтып отырам. Ұялыны, табиғаты, ұялының бейнесі, ұялдағы мәдениет, анау сауда орындары, поштаң бар, клубың бар, мектебің бар, аурухана, бәрі анау мұзғала, балықшылар өмірі, суды тасып ішу, мұз арқалап қаппенен келу, барып ауыл сыртынан барып қыстыгүні қарды аршып, қарды қапқа салып алып келу, осыны айтып мақтанып отырам та, мақтанып еске алып отырам, қиындығын айтам, сол кездердегі заманның сондай болғанын, сондай жерде өскенімізді айтып отырам, адамдарын айтып отырам екі бастан, бәрін мысал қылып, дәлелдеп, елжіреп, еске алып деген сияқты көп жұмыстар болды ғой. Сондай мәселелер біздің ауылымызда болды. Анау спектакль қойған Нұрмахан ағайлар, сонда жаңағы балалар кәдімгідей қозыменен қозы көрпеш баян сұлуды қойған болу керек. Сонда қорқып жылап кішкентай балалар. Шындықта енді көрсетеді ғой енді ондай. Көптеген сонда біз білетіндер сол, біз білмейтіндер қаншама. Сол кездері мәдениет қатты дамыған екен ғой. Ана клуб деген жазудың өзін көрдің бе? Бер жағын артында лампочка тұрады, бер жағында тесік нелер, клубте сонда ана жарқырап, клуб деген жазу жарқырап тұрады. Мектебіне ауылдың шетінде сояққа барамыз. Ол кездер қызыл ту деген ойын болатын еді, білмеймін. Ана қызыл ту ортаға сызып қоямыз да, бір жағында ту, бір жағында ту, сол қызыл туды екіге бөлініп, соны алып қашып, ана туды мына сызықтың мына бетіне өту керек. Анарды ізінен қуып барып, жаңағы ананы ұстап жаңағы ұрса, ол жерде тұрып қалу керек сол. Оған жан беру деген болады. Оны алып қашып мына жаққа шығу. Білмеймін, қазір ойын бұл енді баланы ептілікке, жылдамдыққа, достыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелейтін ойын былайша қараған кезде. Патриотизмде бар ғой онда, туды мына жаққа алып шығу деген сөз, жауды жеңу деген сөз. Ондай ойынды қазіргі балдар ойнамайды, білмеймін, сол ойынды мен аңсаймын кейбір кезде. Айкөл деген ойындар, тағы да басқа бес тас деген ойындар, қанталапай, анау асықпен ойнайтын ойындар отырып алып. Әлде заманның ыңғайына қарай сондай болып кетті ма? Ол туралы әңгіме көп болады енді сондай мәселелер. Сонда жаңағы өте қатты дамыған екен ғой деймін да, сонда өте қатты дамыған, адамдары өте сауатты, жан жақты, қарапайым балықшының өзі кешкісін келіп, мынау бір ауық кинодан сеанстан бұрын келіп, клубтың кітапханасына жиналып, сол жерде дойбы, шашкі ғой енді дойбы, шахмат ойнап, газет, журналдар оқып отырып бәрі, анау кітап сөрелерін жағалап, қарап, кітап алып, жаздырып, алып кетіп, өте сондай керемет болған екен ғой деп өз басым ойлаймын да. Мәдениет, өнер қатты дамыды, ұялы еді, танымал еткен санылды, мақтаныш ғой оймақтайын отаудан, талай ұлан қанат қақты дарынды. Көрген жанның көңілі тез толатын, киномеханик Нұрмахан аға болатын. Новелла жазған ғашықтар жайлы қатырып, ерте кетті серік дейтін сол ақын. Кейде ойлап тағдыр жайлы мұңданам, қатты ұнады олар жайлы сырмаған. Нұрмахан мен Айымкүл бас кейіпкер, ғашықтарды теңіз үнін тыңдаған. Еңбегімен көрінетін әдемі, барлық адам қызметіне таң еді. Кітапханада күтіп алар кешкілік, Бөпетайдай асыл жанда бар еді. Тап тұйнақтай жұмысына адалды, ауылдағы қадірмен жан саналды. Қимаған мен ұялыны әзапа, соңғы жылдар қоныс етті аралды.